Жаздың ең хош иісті дәмдеуіштерінің бірі аскөк. Қысқа сақтап қойыңыз. Тағамдарыңызға ерекше иіспен дәм береді. Бүгін сіздерге аскөкті дұрыс кептіру жолын көрсетпекшімін. Алдымен аскөкті жақсылап жуып аламыз. Суы тартылсын деп сүлгімен немесе тордың үстіне кептіріп алсаңыздар болады. Бар болса, дәл осындай каруселмен де айландырсаңыз болады. Аскөкті ешқашан күннің астына қоймаңыз. Ол түсін жоғалтып, пайдасы азаяды. Аскөк нағыз дәрумен қоры. Ол ас қорытуға көмектеседі, қан қысымын теңестіреді, жүйкені тыныштандырады, сондай-ақ көздің саулығына пайдалы. Ағзаны дәрумендермен толықтырады. Аскөкті күн түспейтін көлеңкеде баяу кептіргенде қанық жасыл түсін сақтап қалады. Міне дайын болған аскөкті қыс бойы сорпаға, салатқа қосуға болады. Жаңа жиналғандай иісін сақтап тұрады. Аскөкті осылай дұрыс кептірсеңіз, қыста дастарханыңызға жаздың дәмін алып келесіз. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыз.